Сәлем достар, бүгін мен сіздерге осындай әдемі болып, дәмі тіл үйретін, керемет болып шығатын тағамның түрімен таныстыратын боламын. Және ол отбасыңыздың, отағасыңыздың көңілінен шығатыны сөзсіз. Ал сіздер менің видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса отырыңыздар. Мен сіздерге ары қарай осы тағамның құрамымен таныстырып өтейін. Ең алдымен сіздерге оңай болсын деп картошка сияқты көкөністерімізді ашып алдым. Картошка, сәбіз, болгар бұрышы, сол сияқты қызанақты барлығын ашып дайындап жуып алдым. Енді бізге қазір картошканы ұзыннан қойып, орталарынан бөліп шығу керек болады. Дәл сол сияқты барлық біздің ашыған картошкаларымызды осылай бөліп шығамыз. Менде мына жерде пияз туралмай қапты, сондықтан пиязды жақсылап, майдалап, турап, және болгар бұрышына турап аламыз. Енді мен кішкене видеоға креатив қостым, сіздер олай турамайтындарыңызды білесіздер, иә. Ал менде балығын сиырдың фаршы, және жаңағы тураған пиязымызды және болгар бұрышын осы қоспамызға араластырамыз. Татымына қарай тұз, бұрыш және кориандр қосып, әдемілеп бір келкі болғанша салмамызды араластырамыз. Бұл бізде қазір салма болады. Жаңағы ашып шыққан картошкамызға әдемілеп орналастырамыз. Пока осылай қараңыздар. Ал енді осы қоспамызға жарты кесе, яғни жарты шай кесе күріш қосып, жақсылап тұрып бір келкі етіп араластырып аламыз. Бір келкі етіп араластырып болғаннан соң бір шетке тандырып қоямыз да, жаңағы ашып қойған картошкаларымызды пышақпен осылай ішін үңгірлеп кесіп шығамыз. Және қасықтың көмегімен жаңағы кескен жерлерімізді әдемілеп ашып, осылай етіп тазалап, үңгір етіп аламыз. Түсінікті болу үшін осындай тілмен айтып жатырмын. Жақсылап барлық картошкаларымызды осылай ашып шығамыз. Енді мен сіздерге барлығын көрсетіп отырсам, уақыт көп болып кетеді. Сондықтан қысқа етіп көрсетейін. Ары қарай менде жаңа ішінен шыққан майда картошканың нелері бар ғой, алып тастаған жерлеріміз, соны жақсылап қолмен майдалап турап, немесе кәдімгі турауыш құралдар болса, сондаймен турауға да болады. Және оны мен жаңағы дайындаған, фарштан дайындалған қоспамызға қостым, яғни салмамызға, және кесіп шыққан картошкаларымыздың барлығын орналастырып алдым. Арасында сіздерден сұрақ қояйын. Менің каналыма ұнаса лайк басып, тіркеліп, және қоңыраушаны басып отырыңыздар. Ал мен жаңағы дайындап қойған картошкаларымызға салмамды әдемілеп қолмен форма жасап алып, және олардың барлығын осылай картошкамыздың ішіне орналастырып шықтым. Барлық картошкаларымыздың ішіне осылай салмаларымызды салып шықтым. Және көріп тұрғандарыңыздай, мен болгар бұрышының ішіне қалған салмаларымызды салып жатырмын. Себебі менің отбасы мүшелерім өте көп, сондықтан менде тағамым көбірек болып шығу керек. Қызып тұрған тапамызға кішкене жарты кесе май құямыз, және пияз, сәбізді осылай майдалап турап, оны жақсылап қуырып аламыз. Енді әрине сіздер бұлай турамайсыздар, бұлай туралмайтынын білесіздер ғой, мен сіздер үшін креатив болсын деп осылай түсіріп жатырмын. Сәбізді лақтырып жіберіп тұрмаңыздар, осылай туралады екен деп. Жақсылап қызып тұрған отқа, менде бұл жерде газ, сондықтан қызып тұрған отқа қуырып аламыз. Қызанағымызды да солай тураймыз. Жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Қуырып жақсылап араластырып болған соң, үстіне шай қасықпен қызанақ пастасын саламыз. Үстіне су құямыз бокалмен, қақпағын жауып қоямыз, қайнағанша күтеміз. Арасында қақпағын ашып, дәміне, татуына қарай тұз саламыз. Қайтадан қақпағын жауып қайнатамыз. Мынау сорпамыз біздің әдем болып қайнап шықты. Қайнап шыққаннан кейін біздің жаңағы картошкалы массаларымызды, яғни салма салынған картошкамызды жақсылап тұрып осы тапаға дайындаған аз ғана сорпаның үстіне орналастырып шығамыз.
видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын жақсылап орналастырып болдық, және қақпағын жауып баяу отқа қойып қоямыз. Арасында бір көрейік. Қарап тұрсаңыздар, әдемі тәбетті ашатындай болып қайнап жатыр, иә. Жақсылап жартылай болса да батып тұру керек. Ал енді біздің тағамымыз дайын. Дәмінің әдемілігіне күмәніміз жоқ, бірақ сонда да тағы да дәмін кіргізу үшін үстіне балғын укропты жақсылап тураймыз. Ал менде болгар бұрышына пісірілген салмамызды бөлек сорпада дайындап алдым. Ал енді тамақты беруге дайын. Осылай әдемі етіп ыдысқа салып берсеңіздер, отағасыларыңыз, балаларыңыз ырза болатынына сенімдімін. Ал сіздер видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, және қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Себебі мен өте әдемі дәмді тағамдармен және тіске басарлармен бөлісіп отыратын боламын.